Сәлем достар, сіздер мен Индира. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын және де отырып қалмайтын бисквиттің рецептісін ұсынамын. Ең алдымен ұнымыз бен қопсытқышты жақсылап електен өткізіп аламыз. Бисквиттегі ең маңызды сәт ол ингредиенттердің барлығы бір температурада болуы қажет. Мен бисквиттерге ылғи С1 категориялы жұмыртқаны қолданамын. Және де миксердің ең төмен жылдамдығынан бастап жұмыртқаның өзін 3-4 минуттай араластырамын. Кейін қантымызды біртіндеп қоса отырып, миксердің жылдамдығын ұлғайтамыз. Біздің массамыз 2 есе көтеріліп және де ағарып көпіруі қажет. Дайын массамызға ұнымызды 3 бөліктеп қосамыз. Және де қасықтың не болмаса осындай күрекшенің көмегімен төменнен жоғарыға қарай ақырындап араластырамыз. Ең маңызды сәт ұлғайған консистенцияның отырып қалмауын қадағалау қажет. Қамырымызға сұйық майымызды құямыз және де ары қарай төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Кейін ыстық суымызды құямыз, тағы да төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Мен бисквитті осындай формада пісіремін. Форманы 22 диаметр етіп орнаттым. Не болмаса 16 диаметрлік екі формада пісіруге болады. Пешімді 170 градусқа дейін қыздырып қойдым, шамамен 30 минуттай пісіремін. Піскен бисквитті ағаш пашкамен тексереміз. Және де осындай решеткада шамамен 15-20 минуттай суытамыз. Суыған бисквитімізді формадан пышақтың көмегімен шешіп аламыз. Бұл бисквит өте жұмсақ болып піседі және де бір ерекшелігі ешқандай төбесі көтерілмейді және де тесілмейді. Бисквитті міндетті түрде пищевая пленкаға ораймыз, тоңазытқышқа 6 сағат уақытқа қоямыз. Бисквитіміз қолдануға дайын. Бисквиттің төбесін біз пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз, себебі ол бөлігі өте жұқа, бізге оның қажеті жоқ. Бисквитімізді 3 бөлікке бөлеміз және де өзіңіздің ұнатқан креміңізбен торт жинауға болады. Арасына әртүрлі жеміс-жидек салсаңыздар да болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.